Сәлеметсіңдер ме оқушылар, әдебиет әлеміне қош келдік. Бүгінгі тақырыбымыз табиғат құбылыстары, шөл далаға саяхат. Ал сабағымыздың мақсаты шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін қолданып, шығарманы қысқаша, толық, ішінара мазмұндау және де түрлі дерек көздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау, сонымен қатар себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. Ендеше сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше балалар, мына суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Шөл даланы көріп тұрмыз, ал шөл дегеніміз не, қалай ойлайсыңдар? Ендеше мына бейнероликке назарымызды аударайық. Сәлем достар, әлемдегі ең үлкен шөл шамамен 9 миллион шаршы километр аумақты қамтитын Сахара шөлі. Бұл құмды шөл солтүстік Африканың бүкіл жазығын алып жатыр және Бразилияның жер көлемінен көп. Ал Бразилия жер көлемі бойынша әлемде 5-ші орында. Сахара шөлі Африкадағы 10 мемлекеттің шекарасында жатыр. Шөл далада өсетін құмды шыңдардың биіктігі 180 метрге дейін өседі. Шөлдің ең биік нүктесі Чад елінде орналасқан Эмикуси шыңы. Оның биіктігі 3415 метр. Шөл далада жылына 20 миллиметрден аз жауын шашын түседі. Бірақ бірнеше жыл қатарынан жаңбыр жаумауы да мүмкін. 1879 және 2012 жылдары Сахараның оңтүстігіндегі Алжирдің аумағында қар жауған. Сахарадағы жалғыз су көзі Ніл өзені. Шығысқа қарай ағатын аталмыш өзен құмды аймақтың басым бөлігін басып өтеді. Дегенмен Сахараның кей бөлігінде ылғалды алқаппен жер астындағы бұлақтан шығатын құдық бар. Бұл ерекше құмды аймақта джиппен серуендеуге келетін саяхатшылар үшін арнайы бөлімшелер орналасқан. Сахара толығымен қаңырап бос қалған шөл дала болып көрінгенімен, оның аумағында 500-ге жуық өсімдік өседі және онда көптеген жануарлар мекендейді. Үй жануарларынан түйелер мен ешкілерді кездестіруге болады. Жабайы жануарлардан қабылан. Жарайсыңдар оқушылар, бұл бейнероликтен не түсіндік? Тамаша. Ендеше шөл сөзіне сәйкес келетін сурет қайсы деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, ол бірінші сурет, яғни шөл ауа температурасы құбылмалы, жауын-шашын өте аз түсетін, климат жағдайында қалыптасатын ландшафтың, яғни жердің кедір-бұдырының бір түрі екен. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше мына суреттерге қарап, шөлде жүретін көлікті тауып көрейік. Қай сурет деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ол әрине түйе. Түйе өте шыдамды, әрі ыңғайлы көлік болып есептеледі. Ал шөл далаға алатын лайық киім-кешек, алатын заттарды дайындап көрейік. Бірінші бізге не керек? Ол әрине су. Екіншіден, жабық, ашық түсті киім керек. Сонымен қатар көзілдірік керек. Балалар, тағы қандай заттар алуға болады? Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше шөл далаға саяхатымызды бастайық. Бірінші аялдама Сахара аялдамасы деп аталады. Сахара аялдамасының тапсырмасына назар аударайық. Мәтінді мұқият оқы.
оқимыз. Шөл. Шөл жер шарының ыстық әрі құрғақ өңірі. Дүние жүзіндегі ең үлкен шөлдер Африкадағы Сахара, Аустралиядағы Виктория, оңтүстік Америкадағы Атакама шөлі. Азияда орналасқан ең үлкен құмды шөлдер Қарақұм мен Қызылқұм деп аталады. Шөл өсімдіктер мен жан-жануарлары ылғал тапшылығына, шақырайған аптап күнге, сусыған құмға бейімделіп алған. Қарақұм шөлінде жаз кезінде көлеңкедегі ыстық 50 градусқа дейін барады. Құмның ыстықтығы соншалық, оған жұмыртқа пісіруге болады екен. Мұндай аптапқа өсімдік қалай шыдайды екен? Шөлде өсетін сексеуіл жалпақ жапырақты орман ағаштарына мүлде ұқсамайды. Онда жапырақ орнына сөлге толы қошқыл, жасыл шашақты бұтақтар өседі екен. Себебі жапырақ кіші болған сайын ылғалдың булануы азаяды. Өсімдіктер осылайша сая таптырмас аптапқа да қалыптасады. Шөл өсімдіктерінің дені ылғалдың мол кезінде ерте көктемде немесе күз түскенде тіршілік етуге бейімделген. Ерте көктемде құмның арасы бірнеше апта кілемше құлпырып, ғажайып түрге енеді екен. Көп ұзамай аптап күн осынау жасыл кілемді сарғайтып, тез күйдіріп жібереді. Алайда өсімдіктер гүлдеп, тұқым шашып үлгереді екен. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше мына мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Шөл өсімдіктерінің қандай ерекшеліктері бар? Жақсы, ал бетпақ даланың сипатын тауып оқып көрейікші. Жарайсыңдар, шөл даланы игеру дегенді қалай түсіндіңдер? Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Ендеше келесі аялдамаға барайық. Келесі аялдама Виктория аялдамасы деп аталады. Мәтінді оқиық. Шөл жәндіктері де аптаптан пана табудың жолдарын біліп алған. Олардың көпшілігі күндіз ін түбінде жатып, күн көріс қамына түнге қарай кіріседі екен. Міне, сусыған Қызылқұмның жалында тас мүсіндей қатып кесіртке тұр. Ол құйрығын әредік қайқан еткізіп қойып, өзінің қорегін майда қоныс пен көбелекті аңдуда. Бұтаққа оралған сұр жылан өз олжасын бағып, қалшиып қатып қалыпты. Ол кесірткенің өзіне таянған сәтін күтуде. Оны оқ жылан деп бекерге атамаған. Құм жалдарының арасы шұрық-шұрық інге толы. Бұл ірі құм тышқанның жер асты қалашығы. Осы арадан ұзындығы 1 метрден асатын алып алапажақ кесіртке келесті де кездестіруге болады екен. Сүйріктей сұлу қара құйрықтың көзді ашып жұмғанша құм жалдан асып бара жатқанын байқайсың. Ендеше балалар, мына суреттерге қарап, шөлде тіршілік етуге бейімделген жан-жануарларды тауып көрейік. Қай жан-жануарлар деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше жауабымызды тексеріп көрейік. Ол әрине жылан мен кесіртке. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше Қарақұм аялдамасын тапсырмасына назар аударайық. Шаңқай түсте шөлдегі тіршілік мүлде толастағандай жануар жәндік атаулы қыбырсыз көлеңкелеп жатады екен. Жал-жал құмды түнде қолшаммен араласан, неше түрлі жануарды кезіктіресің. Құмға қарағанда тастақты саздақ шөл даланың тіршілігі әлде қайда жұтаң. Тас болып кеуіп қалған қу тақырда жусан мен көкпектен басқа жөнді ештеме өспейді. Мұндай сазарып жатқан шөлді жәндік атаулының көпшілігі мекен ете алмайды екен. Мұндай шөлдің бірі Қазақстандағы бетпақ дала. Осынау тақтайдай қу тақырған жаздың ыстық айларында ұшқан құс, жүгірген аңды кезіктіру қиын екен. Ендеше балалар, Қазақстанда орналасқан тастақты саздақ шөлді атап көрейік.
қайсы деп ойлаймыз? Қызылқұм, Атакама, Бетпақдала және Виктория. Ендеше жауабымызды тексеріп көрейік. Қазақстанда орналасқан тастақты саздақ шөл, ол әрине Бетпақдала деп аталады. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше Бетпақдала аялдамасына назар аударайық. Білгенге маржан. Күнделікті ақпарат құралдарынан, газет, журнал, энциклопедиялық анықтамалардан қоғамдағы өмір, ғылым, мәдениет, тағы басқалар жайлы әдеби танымдық мақалаларды, хабарларды, күнделікті жаңалықтарды оқуға болады екен. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Тамаша, ал сабақтағы қай тапсырма сен үшін қызықты болды? Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше сендерге үй тапсырмасына мәтінді түсініп оқу, ерте көктемдегі құмның сипатын оқып, суретін салу беріледі. Сонымен қатар, шөлді аймақтар туралы деректі фильмдер көріп, қосымша ақпарат жинақтау беріледі. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар, сау болыңдар.